Эш жақын құрбы Сара, Джоны және Бет қатты толқындардың арасында рафтингпен айналысып жүреді. Экстремалды саяхат олардың өмірінің ажырамас бөлігі еді. Рафтинг аяқталып, олар жағалауға шыққанда Сараны қызы Джессика мен күйеуі Пол күтіп тұрды. Джессика анасының қуана қарсы алғанымен, Пол Сараға емес, Джуноға ерекше көңіл бөліп, оған сүйіктісіндей қамқорлық танытты. Сара мұны байқаса да ештеңе айтпайды. Үшеуі көлікпен үйге қайтып келе жатқанда, бүгін Джессиканың туған күні екені белгілі болды. Сара мен қызының көңіл-күйі жақсы болғанымен, Пол тұнжырап отырды. Сара оның көңілсіздігінің себебін сұраған сәтте, Полдың назары жолдан бөлініп кетті. Дәл сол кезде қарсы бағыттан келе жатқан джип олардың көлігіне қатты соғылады. Джиптің үстіндегі темір құбыр әйнекті тесіп өтіп, Полдың басын түйреп шықты. Сара мен Джессика да ауыр жарақат алды. Ауруханада есін жиған Сара ең ауыр шындықты білді. Джессика мен Пол апат орнында қаза тапқан еді. Оның бүкіл әлемі бір сәтте қирайды. Бір жылдан кейін Сара мен Бет Джуноға қосылу үшін Англиядан Америкаға ұшып келді. Джуно оларды Аппалач тауларындағы Борем үңгірін зерттеуге шақырған еді. Үш құрбы бір жылдан кейін алғаш рет кездесіп отырды. Сараның апатынан кейінгі күні Джуно Америкаға қайтып келгендіктен, Бет оған әлі де ренжулі болатын. Оның ойынша, сол қиын кезде Сараға Джуноның жанында болу қажет еді. Олар Джуно күтіп отырған коттеджге жетіп, оның шақырған Ребекка, Сэм және Холлимен танысады. Келесі күні барлығы қажетті құралдарын алып, үңгірге қарай жолға шығады. Біраз жерге көлікпен барған соң әр қарай жаяу жүрді. Олардың қолында үңгірдің картасы бар нұсқаулық болғанымен, Джуно оны көлікте қалдырып кетеді. Орман арасымен жүріп, олар құдық тәрізді терең шұңқырға келді. Арқамен төмен түскеннен кейін тар әрі дымқыл туннель кіріп, үлкен залға ұқсайтын кең жерге жетті. Сол маңда Сара тастың үстінен қанға боялған саусақ іздерін көреді. Біреудің бұл жерден шығуға тырысқаны анық еді, бірақ ол іздерді елемеді. Демалып отырған кезде Джуно Сарадан апаттан кейін оны жалғыз қалдырған үшін кешірім сұрайды. Бұл сөздер Сараның ескі жарасын қайта қозғады. Ол ештеңе айтпастан әр қарай жол іздеуге кетті. Көп ұзамай басқа туннель тауып қалғандарын шақырады. Ребекка бұл жердің нұсқаулықтағы Борем үңгіріне ұқсамайтын байқайды. Бірақ Джуно кітапқа сенбейтін айтып, оны маңызды санамайды. Жаңа туннель өте тар болғандықтан қыздар әрең өтіп жатты. Соңында Сара қысылып қалды. Денесін қозғалта алмай, паникалық жағдай өседі. Бет қайта туннельге кіріп, оны сыртқа сүйреп шығарады. Осы кезде туннель опырыла бастайды. Бет Сараны аман алып шыққанымен, арқан салынған сөмке ішінде қалып қояды. Туннель таспен толық бетелеп, кері жол жабылады. Сол кезде Джуно шындықты мойындауға мәжбүр болады. Бұл Борем үңгір емес еді. Оның нақты атауы да болмаған және мұнда бұған дейін ешкім келмеген. Джуноның мақсаты осы үңгірді алғаш рет зерттеген топ болу еді. Бұл жаңалық бәрін есеңгіретіп тастайды. Ең сорақысы, олар құтқарушыларға Борем үңгіріне кіретіндерін хабарламаған. Егер қайтып келмесе, құтқарушылар оларды сол жерден іздейтін. Ал шын мәнінде олар мүлде басқа жерде болатын. Амалсыздан әр қарай жол іздеген олар тағы бір туннельге тап болады. Оның соңында терең шұңқыр тұрды. Арқан жетпегендіктен Ребекка төмендегі жарық шақтарға альпинистік ілгектер орнатып, арқан тартып шұңқырдың арғы жағына өтеді. Қалғандары да сол жолмен өтеді. Джуно болса орнатылған ілгектерді өзімен алып кетпек болды, бірақ төртінші ілгекті суырып жатқанда қолы тайып, арқанға асылып қалады. Ескі ілгекті жылынып кете жаздағанымен қыздар оны аман алып қалады. Сол кезде Сара Джуноның қолындағы 100 жылдай бұрын жасалған ескі ілгекті байқап, бұл жерге олардан бұрын біреудің келгенін түсінеді. Әр қарай жүріп қабырғадан тас дәуіріне жататын көне суреттер табады. Бет суреттердің бірінен қазіргі өздері тұрған тауға ұқсас бейнені байқап, онда таудың ішінен кіретін екі жол көрсетілгенін анықтайды. Бұл олардың сыртқа шығатын басқа жолы болуы мүмкін еді. Бірақ қыздар үңгірде өздерінен басқа біреудің бар екенін білмейтін. Қараңғы бұрышта адам мен жыртқыш аңға ұқсайтын белгісіз жаратылыс оларды бақылап тұрды. Қыздар әр қарай жүріп тастар арасындағы тар туннельге кіреді. Холли алыстан жарық көріп, сыртқа шығатын жол таптым деп ойлап, соған қарай жүгіреді. Джуно оның күн сәулесі емес екенін ескерткенімен Холли тыңдамайды. Асығып келе жатып алдындағы терең шұңқырды байқамай ішіне құлап кетеді. Джуно оның қолынан ұстап үлгергенімен Холлиді ұстап қала алмайды. Ол төменге құлап аяғын сындырып алады. Қыздар Холлиге көмектесу үшін шұңқырға түседі. Медицинада оқитын Сэм оның аяғына алғаш рет көмек көрсетеді. Сол кезде Сара алыстан бір түрлі дыбыс естіп, қараңғылыққа инфрақызыл камерасының бағыттайды. Ол судан су ішіп отырған адамға ұқсас қара силуэтті көреді. Бірақ келесі сәтте ол ғайып болады. Қалғандары Сараның қорқыныштан елес көрген айтып, оған сенбейді. Я только что кого-то видела там дальше. Сара,
Обещаю, я выведу тебя. Жараланған Холлиді көтеріп қыздар тоннельмен ары қарай жүреді. Біраздан соң үлкен ашық кеңістікке шыққанда аяқтарының астынан сүйекке ұқсас заттар сезілді. Сара инфрақызыл камерамен айналаны тексеріп, жүздеген жануар қаңқасының жатқан көреді. Бірақ ең қорқыныштысы, камерасын Бетке бұрғанда оның артынан бір жаратылыстың сығалап тұрған байқайды. Сара айғайлап жібергенде жаратылыс қабырғаға өрмелеп, өрмекші секілді қараңғылыққа сіңіп кетеді. Артынша жан-жақтан ырылдаған дауыстар естіледі. Қыздарды бірнеше жаратылыс қоршап алған еді. Олар бірден шабуылға көшеді. Барлығы әр жаққа қашады, бірақ жараланған Холли қозғала алмайды. Бір жаратылыс оған тап беріп, мойнынан тістеп сүйреп алып кетеді. Джуно оны құтқаруға тырысқанымен, басқа жаратылыс оған шабуыл жасайды. Джуно балтамен қарсыласып, оны өлтіреді, бірақ Холли де бірінші жаратылыс алып кеткен еді. Қатты қорқыныш пен ашудың әсерінен Джуно артында біреудің тұрған сезіп, ойланбастан шотын сермейді. Алайда оның артында жаратылыс емес, Бет тұрған еді. Джуноның соққысы Беттің тамағын тесіп өтті. Бет жерге құлап, Джуноның алқасын қолына іліп алады. Сол кезде тағы бір жаратылыстың дауысы естіліп, Джуно қашып кетеді. Бет көмек сұрағанымен Джуно оны тастап кетеді. Сара қашып бара жатып, терең шұңқырға құлап, есінен танып қалады. Есін жиғанда айналасында адамдар мен жануарлардың қаңқалары жатқан көреді. Ол тығылып отырған кезде жоғарыдан Холлидің денесі құлайды. Артынша жаратылыстар оның денесіне жабылып, етін жей бастайды. Сара байқамай дыбыс шығарып қойып, олардың назарын аударады. Бір жаратылыс оған жақындағанымен оны көре алмайды. Сол сәтте алыстан Джуноның дауысы естіліп, жаратылыстар соған қарай кетіп қалады. Сара сол жерден ескі шам тауып, ішінде керосин барын анықтайды. Ол Холлидің аяғындағы темірді суырып алып, оған мата орап, керосин жағып, алау жасайды. Осылайша қараңғы өңірде жол іздей бастайды. Ал Джуно қабырғадан бұрынғы зерттеушілер қалдырған жебе тәрізді белгілерді тапты. Бұл белгілер сыртқа шығатын жолды көрсетуі мүмкін еді. Ол Сэм мен Ребекканы тауып, оларға Холли мен Беттің қаза болғанын айтады. Сэм жаратылыстардың денесін зерттеп, олардың адамға ұқсайтынын, бірақ ұзақ уақыт қараңғыда өмір сүру салдарынан көздерінің көрмейтінін және есту қабілеттерінің өте жақсы дамығанын анықтайды. Сэмнің пайымдауынша, мыңдаған жыл бұрын адамдардың бір бөлігі үңгірлерден шықпай, сол жерде өмір сүруін жалғастырған. Ұрпақтан ұрпаққа қараңғылықта өмір сүрген олардың денелері өзгеріп, осындай жаратылыстарға айналған. Джуно сыртқа шығатын белгілерді тапқан айтып, енді мүлде дыбыс шығармай жүру керектігін түсінеді. Үшеуі Сараны іздеу кіріседі. Осы кезде Сара шұңқырдан шығатын жол іздеп жүріп, Беттің дауысын естиді. Бет өте ауыр жарақатпен жерде жатқан еді. Оның мойнындағы жараны Джуно салғаны белгілі болды. Жаратылыстар Бетті олжаларын сақтайтын жерге сүйреп әкелген еді. Бет Сараға Джуноның оны тастап кеткен айтып, оған ешқашан сенбеуді ескертеді. Содан кейін Джуноның алқасын береді. Алқада Love a Day деген жазу бар еді. Сара бұл сөздердің Полға тән екенін бірден түсінді. Осы сәтте ол Пол мен Джуноның арасында жасырын қарым-қатынас болғанын біледі. Сараның жүрегі тағы бір рет жараланады. Жаратылыстардың дауысы естілгенде Сара Бетті өзін бірге алып кетуге тырысты. Бірақ Бет оның жағдайы тым ауыр екенін түсініп, азабын тоқтатуды өтінді. Сара амалсыздан ең жақын құрбысының өмірін қиды. Көп ұзамай кішкентай жаратылыс Сараға шабуыл жасайды. Сара оны өлтіргенімен, оның анасы да жетіп келді. Сара қанға толы шұңқырға құлап, ұрғашы жаратылыспен арпалысты. Ұрғашы. Ақыры өткір сүйекпен оның көзін тесіп, оны да өлтірді. Ал Джуно, Сэм және Ребекка Сараны іздеп келе жатқанда, олардың артынан көптеген жаратылыс қуып шықты. Үшеуі тоннельге қашты. Сэм төбеге өрмелеп шығуға тырысқан кезде, бір жаратылыс оған шабуылдап, тамағын жыртып жіберді. Сэм соңғы күшін жинап, оны пышақпен өлтіреді. Бірақ өзі де көз жұмады. Ребекка сіңілісінің өліміне есеңгіреп тұрған кезде, екінші жаратылыс оған шабуылдап, ішін жарып жіберді. Джуно төмендегі суға секіріп аман қалады. Жағаға шығып, қабырғаға өрмелеп жатқанда, Сара келіп оны жоғары тартып алады. Джуно Сэм мен Ребекканың қаза болғанын айтады. Сара оған сенбейтінін білдірмей, Бет туралы сұрап, оның шындықты мойындай ма екенін тексереді. Бірақ Джуно өз кінәсін мойындамай, Беттің өлімін жаратылыстарға жапты. Сара үндемей әрі қарай жүруді ұсынды. Біраздан соң оларға үш жаратылыс шабуылдайды. Екеуі де бар күшін салып, үшеуін өлтірді. Джуно соңғы жаратылысты өлтіріп жатқанда, Сара оның алқасын көрсетеді. Джуно Сараның Пол екеуінің арасындағы құпияны білгенін түсінді. Сол сәтте Сара оның аяғына шотын сұғып, оны өлімге тастап кетеді. Джуно шотты аяғынан суырып алғанымен, оны бірден көптеген жаратылыс қоршап алады. Оның айқайы Сараның құлағына жетеді. Бірақ Сара тоқтамайды. Ол қашып бара жатып терең шұқырға құлап, есінен танып қалады. Біраздан соң бетіне әлсіз жарық түскенде, Сара есін жиды. Жоғарыдағы кішкентай саңылаудан күн сәулесі түсіп тұрған көріп,
сол жаққа қарай еңбектеп көтеріледі. Ақыры басын саңылаудан шығарып, таза ауамен тыныстады. Ол сыртқа шығып, көлігіне жүгіріп жетіп, үңгірден барынша алыстайды. Біраз жерден кейін көлігін тоқтатып, болған оқиғаның бәрін есіне алып, өксіп жылайды. Қатты күйзелістен құсып жіберді. Бірақ қайтадан орнына отырған кезде қасында Джуноның отырған көреді. Сара қорқыныштан айғайлап жіберді. Осы сәтте фильм аяқталды.